Сауатсыз дүмші ғалымдар әлем мұсылмандар мың жарым жыл бойы алдап келеді. Барзақ сөзі бұл өмір мен ақырет арасындағы алынбайтын тосқауыл дегенді білдіреді. Адам қайтыс болғанда оған біздің әлеммен қатынас жабылады. Дүмші ғұламалар барзақты өлілердің рухтар қияметке дейін тұратын жер. Онда өлілердің рухтар бір-бірімен кездесіп араласатын басқа дүние деп есептейді. Бұл шайтанның сандырағы, бұл надан сопыларға арналған шайтанның ертегісі. Барзақ әлемі жоқ. Адам өлген соң оның жаны ешкіммен араласпайды, ешкіммен кездеспейді. Хадистерде айтылғандай, дене қабірге қойылғаннан кейін періштелер оның рухын дененің жанына қояды. Жан жерлеуден кейін кетіп бара жатқан адамдардың қадамдарын естиді. Содан кейін біздің әлеммен қатынас жабылады. Сосын періштелер келіп қиямет күніне дейін ұйықтауды бұйырады. Бұл туралы Құран кәрімде олардың артында қайта тірілетін күнге дейін тосқауыл бар дейді. Барзақ деген сөз бұл, тосқауыл деген. Әл-Мұғмин сүресінің 99-100 аяттары. Бұл аятта әдетте сопылар шайтанның азғыруымен ерінбейді. Олар ұстаздар о дүниеден хабарасып оларға көмектесетініне сенеді. Көптеген сауатсыз сектанттар мынандай хадистерге сенеді. Адамдардың бірі өлгеннен кейін барзақта таңертең және кешке оның орнын көрсетеді. Егер ол жәннат тұрғындарынан болса, оның орны жәннатта. Ал егер ол тозақ тұрғындарынан болса, ол тозақтағы орын. Олар оған бұл сенің тұрағың, оған қиямет күнге дейін қайта тірілуден кейін міндетті түрде кіресің дейді Бұхари Мүслим. Бұл не өтірік хадис, не адамдарды күнә жасамау үшін қорқыту үшін айтылған. Өйткені қияметке дейін кімнің қайда болатынын ешкім білмейді. Қиямет күні ғана Аллах барлығына үкім береді. Сондықтан қабірде періштелер Аллах үшін алдын ала шешім қабылдай алмайды. Өйткені періштелер де құпия сырды білмейді, а мұны бір Аллах қана біледі. Мен қабір азабы туралы жоғарыда айттым. Өзіңіз ойлағаныңыз, егер періштелер бүкіл адамзатты қабір азабынан ұшыратып, Аллахтың ешбір сынағынсыз жазалайтын болса, онда неге қиямет күні бар? Онда Алла Тағала неге әділ таразыны жаратты, жәннат пен тозақты неге жаратты? Азап тек қиямет күні келеді. Шайтаннан келген жалған хадистерге сенбеңдер. Қайта тірілгендердің өлгеннен кейін аз уақыт ұйықтап, қабірінде 1 сағаттан аспайтын уақыт жаттық деп айтуы барзақ әлемінің жоқтығын, жандардың қияметке дейін ұйықтайтынын көрсетеді. Дәлел ретінде мен тек Құран аяттарын келтіремін, тыңдаңдар. Олар бізге қасірет, бізді жатқан жерімізден кім оятты дейді. 36 сүренің 52 аяты. Қиямет күні қылмыскерлер жер бетінде немесе қабірлерінде 1 сағат қана ұйықтадық деп ант етеді. 30 сүренің 55 аяты. Сол күні Аллах оларды жинайды. Олар жер бетінде немесе қабірлерде 1 сағат қана болғандай болады. Олар бір-бірін таниды. 10 сүренің 45 аяты. Олар өздеріне уәде етілген нәрсені көрген күні олар жер бетіне 1 сағат қана болғандай сезінеді. 46-ның 35 аяты. Ол сендерді сол күні шақырады. Сендер оған мақтау айтасыңдар, және жер бетінде аз ғана уақыт болдық деп ойлайсыңдар. 17 сүренің 52-шісі. Оларды көрген күн олар бір дүниеде түстен кейін бірнеше сағат немесе бір таңды ғана өткізгендей болады. 79 сүренің 46 аяты. Құраннан еш нәрсе түсінбеген, қабір азабының бар екенін алға тартқан дүмші ғұламалар мына аятты негізге алады. Олар таңертең және түстен кейін тасталатын от. Қиямет күні перғауынның әулетін ең ауыр азапқа ұшырады. 40 сүренің 46 аяты. Бірақ олар өздерінің білімсіздігімен аяттың бірінші жартысын ғана алып, жалғасын және осы аяттың алдындағы және кейінгі аяттарды елеусіз қалдырады. Олар буква етістігімен айналысады. Егер бұл аяттардың біріктіріп оқысаң, мәтінінде бұл аяттарда қабір азабы емес, қиямет күні туралы айтылғаны баршаға аян болады. Енді мұқият оқыңдар. Олар таңертең және түсті тастайтын от. Қиямет күні перғауынның әулетін ең ауыр азапқа ұшырады. Олар тозақ отында өзара таласса, әлсіздер тәкаппарларға, біз сендерге еруші едік, бізге оттың азабынан құтқармайсыңдар ма деп айтады. Тәкаппар болғандар, онда бәріміз бармыз. Расында Аллах құлдарының арасында үкім шығарды дейді. 40 сүренің 46-48 аяттары. Біз білетіндей перғауын жерленбеген, ол қабірде емес. Көріп отырғаныңыздай, Аллах оларға үкім шығарғаннан кейін ғана олар тозақ отында болады. Міне жанның қияметке дейін ұйықтайтыны туралы хадис. Әбу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллахтың елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай дейді. Адам жерленген соң оған 2 қара және көк періште келеді. Олардың бірі Әл-Мүнкара деп аталады, екіншісі
ән нәкір деп атады. Олар бұл кісі туралы не айттың деп сұрайды. Және ол тірі кезінде айтқандай жауап береді. Ол Алланың құлы және елшісі, Аллахтан басқа тәңір жоқ, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік етемін. Олар дейтініңді білдік дейді. Содан кейін оның қабірі ұзындығы 70 шынтақ пен ені 70 шынтаққа дейін кеңейтіліп нұрмен нұрындады. Осыдан кейін олар оған ұйықта дейді. Ол отбасыма оралып бұл туралы айтып берсем дейді. Періштелер жаңадан басқа ешкім оянбайтын жас бала сияқты ұйықтаңдар, Аллах сендерді оятқанға дейін дейді. Термизи, Абу Дауд, Әл-Хаким, Әл-Тариси, Ахмад, Әл-Жури және тағы басқаларының келтірілген хадистері. Қорыта айтқанда, барша мақтаулы әлемдердің Раббысы ұлы Аллахқа ғана болсын.